Бұдан былай болгарскийді дәл осылай қатырып қойыңыз. Сорпа тағамдарға да, соустарға да өте дәмді болып шығады. Ол үшін бірінші болгарский, помидор, чеснок және укроп қажет болады. Тазаланған болгарскийге 3 чеснок, укроп және де ең бетіне помидорды осылай турап саламыз. Бәрін осылай қатырып қоямыз. Ас үйге керекті заттарды іздесеңіздер, Бақша Байша дүкенінен алуға болады. Бұл дүкенде ас үйге қажетті керек жарақтың бәрі бар. Және де хит ыдыстарды да осы дүкеніңізден таба аласыздар. Неше түрлі сервис наборлары да қазіргі хит болып жатқан дәл осындай сервисте де алуға болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі бар. Төменге номер қалдырдым, парақшаға өтіп тіркеліп алыңыздар. Қысқа дайындықты жалғастырамыз. Чеснокты осылай блендермен өткізіп алып, пакетке салып, азғантай ғана бөліктерге осылай жай ғана бастырып бөліп, және морозилкеге қатырып алып, кез келген уақытта тағамдарға, соустарға қолдана беруге болады. Рецебін аса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қыстың қамын жаз ойла демекші 15 минут уақытыңызды арнап ащы қияр салатын дайындап қойыңыз. Дәмі керемет болып шығады. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен қиярды жуып тазалап 8 немесе 4 бөлікке осылай бөліп дайындап аламыз. Қазанды қыздырып үстіне су құямыз, және де уксус, қант саламыз, май құямыз, чеснок саламыз, тұз саламыз, және де чили кетчупын саламыз. Міндетті түрде ащы чили кетчупы болуы қажет. Барлығын араластырамыз, және туралған осы қиярымызды салып, тағы бір араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, лабыр жапырағын салып, жақсылап араластырып, 15 минут бұрқ еткізіп қайнатамыз, қыздар. Осымен салатымыз дайын. Енді стерилденген банкіге осы салатты құйып, қақпағын жауып, бұрап қойып қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецебін аса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.